Жаратылыстану пәні 5-ші сынып 2-ші бөлім ғалам, жер, адам. Сабақтың тақырыбы жергілікті жердің түсірілімі, жоспарды рәсімдеу ережесі. Сабақтың оқу мақсаттары: бір тәсіл бойынша жергілікті жердің түсірілімін жасау, рәсімдер талаптарына сай жергілікті жердің қарапайым пландарын сызу. Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Өткен сабақта фотосурет, аэрофотосурет және аумақ планының ерекшеліктерін, шартты белгілер мен олардың мағынасын білген едік. Бүгінгі сабақта топографиялық план, геодезия, түсіру жергілікті аумақ бойынша план құруды үйренетін боламыз. Біздің елімізде жаңа зауыттар мен фабрикалар, сәнді үйлер, мықты электр станциялар, темір және тас жолдар және тағы басқа құрылысы салынып жатыр. Осы және басқа да жұмыстарды атқару барысында жергілікті жер бетінің өлшемін анықтап, жергілікті аумақтың топографиялық планын жасайды. Жер бетіне байланысты шаруашылық және ғылыми сұрақтарды шешу кезінде келесі мәселелер туындайды. Бірінші, берілген бір нүкте келесі нүктеден қаншалықты жоғары немесе төмен. Екінші, жергілікті аумақтағы кейбір жер телімінің аумағы қанша. Осы сұрақтармен айналысатын ғылым геодезия деп аталады. Карта мен планды оқи білу аса пайдалы. Алайда кішкене болса да өз планыңды құру әлде қайда қызықтырақ. Жергілікті аумақ бойынша план құру жұмысын түсіру деп атайды. Картадағы барлық нысан қатаң тәртіппен түсіріледі. Кез келген картаны зерттеу арқылы сен кез келген нысанның нақты географиялық орналасуын анықтай аласың. Азимут сағат бағытымен есептегенде солтүстік бағыт пен нысан бағыты арасындағы градуспен өлшенетін бұрыш. Жергілікті аумақ нысандарын түсіру үшін сонымен қатар азимут сияқты ережені пайдаланады. Жергілікті аумақ планын түсіру түрлері көз өлшемдік, бағыт жолдық, полярлық деп бөлінеді. Көз өлшемдік түсірудің ең қарапайым түрі. Онда ара қашықтық шамалап көзбен анықталады. Мұндай түсіру кезінде ара қашықтық қадаммен өлшенеді. Бағыт жолдық түсіру ұзыннан созылған планды құруды өте ыңғайлы. Оны жорықта, экскурсия кезінде жүрілген жолды бейнелеу үшін пайдалануға болады. Полярлық түсіру бақылаушы үнемі полюстің бір нүктесінде тұратын түсіру түрі. Полюс нүктесінен нысандарды белгілеп, оларға дейінгі ара қашықтықты қадаммен анықтайды. Жергілікті аумақта ара қашықтық метрмен өлшенеді. Мұндай қашықтықты қағазға түсіру мүмкін емес. Сондықтан план мен картада ара қашықтық кішірейтілген түрде беріледі. Ол үшін сантиметр және миллиметр өлшем бірліктері алынады. Үлкен қашықтықты план мен картаға түсіру үшін масштабты пайдаланады. Жаңа сабақты қорытындылау үшін төмендегі сұрақтарға жауап береміз. Бірінші, карта мен планға түсірудің ерекшеліктері неде деп ойлайсыздар? Жергілікті аумақ пландарын түсіру түрлері және қолданылу ерекшеліктері неде? Бүгінгі сабақ бойынша үйге тапсырма. Дәптерде орындаңыздар. Бірінші тапсырма: картограф бол. Төмендегі мәтінді, шартты белгілерді және бағыт жолдық түсіруді пайдаланып, дәптеріңе жергілікті аумақ планын жаса. Оны өзіңнің шартты белгілеріңмен толықтыр. Қолданылған дескриптор: білім алушы
шартты белгілерді пайдаланып, бағыт жолдық картаға түсіреді. Жергілікті аумақ планын жасайды. Шартты белгілермен жұмыс жасайды. Алынған деректерді пайдалана отырып қорытындылайды. Екінші тапсырма. Осы сурет көмегімен нысандардың азимутын анықтаңыздар. Қорытынды. Бүгінгі сабақта білім алушылар геодезия, түсіру жергілікті аумақ бойынша жергілікті жерді планға қалай түсіру керектігін және де оның қандай түрлері бар екендігін меңгерді. Сондай-ақ күнделікті өмірде қолдана алудың жолдарын үйренді. Осы алған білімдерін тапсырма орындау барысында жүзеге асырады. Төменде көрсетілген сілтеме бойынша бүгінгі сабақ туралы толық мәлімет алуға болады. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау, саламатта болыңыздар.